Осы сабақта біз ағылшын тілінде жиі қолданылатын жүз сын есіммен танысамыз. Сонымен бастадық. Big, small. Big деген үлкен, small деген кішкентай дегенді білдіреді. Мысал жасап көрейік. Мысалы, big house, үлкен үй. Ал кішкентай үй деген small house дейміз. Үлкен дегенді ағылшын тілінде тағы да large деп айтуға болады. Мысалы, large house, үлкен үй деп large деген сөзді де қолдансақ болады. Келесі мысал straight, curly. Straight деген түзу, тіке, ал curly деген бұйра дегенді білдіреді. Мысал жасап көрейік. Мысалы straight hair, түзу шаш, тіке шаш, немесе curly hair деп айтуға болады, бұйра шаш деп мысал жасаймыз. Келесі cheap, expensive. Cheap деген арзан, expensive деген қымбат деген сөз. Мысалы, мынандай мысал жасайық. Cheap car, арзан машина, немесе қымбат машина, expensive car. Келесі bitter деген ащы, ал sweet деген тәтті деген сөз. Тағы бір сөз қоссақ болады, sour деген қышқыл дегенді білдіреді. Мысалы, bitter taste, ащы дәм, sweet taste десек тәтті дәм, ал қышқыл дәм десек sour taste дейміз. Келесі сөздер clean, dirty. Clean деген таза, ал dirty деген кір. Мысалы, clean clothes, таза киімдер, ал dirty clothes кір киімдер. Келесі мысал. Келесі сын есімдер difficult, easy. Difficult деген қиын, easy деген жеңіл, оңай дегенді білдіреді. Мысалы, difficult task дейік. Task деген тапсырма деген сөз, қиын тапсырма, ал easy task деген оңай тапсырма. Және қиын дегенді ағылшын тілінде hard деген сөзде айтуға болады. Hard task деген сондай қиын, ауыр тапсырма деген мағынасында hard деген сөзде қолданылады. Келесі ағылшын тілінде жиі қолданылатын мына екі сын есім бар. Good, bad. Good деген жақсы, bad деген жаман. Мысалы, good person, жақсы адам, bad person, жаман адам деп мысал жасаймыз. Келесі early, late. Early деген ерте, late деген кеш дегенді білдіреді. Мысалы, early spring, ерте көктем, late spring деген кеш көктем деп мысал жасасақ болады. Келесі сын есімдер thick, thin, қалың, жұқа. Мысалы, thick blanket десек болады. Қалың көрпе немесе жамылғы деп айтсақ болады. Thin деген жұқа көрпе. Thin blanket, жұқа көрпе немесе жұқа жамылғы деп аударсақ болады. Келесі full, empty. Full деген толық, толы дегенді білдіреді, ал empty деген бос. Мысалы, full bottle, толы бөтелке, ал empty bottle деген бос бөтелке деп аударсақ болады. Келесі hot, cold деген ыстық, суық. Мысалы, hot weather, ыстық ауа райы, және cold weather, салқын, суық ауа райы. Happy, sad деген, happy деген бақытты, ал sad деген мұңды дегенді білдіреді. Мысалы, happy face. Face деген адамның нұры, беті дегенді білдіреді. Мысалы, адамның түрі сондай бақытты болып тұр, happy face, ал мұңды, көңіл күй онша емес десек sad face деп айтсақ болады. Келесі hard working және lazy. Hard working деген еңбекқор, ал lazy деген жалқау деген сөз. Мысалы, hard working student, еңбекқор студент, ал lazy student деген жалқау студент деп аударуға болады. Есімдер modern және traditional. Modern деген заманауи, ал traditional деген дәстүрлі, немесе ancient деген сөзде қолдануға болады. Ancient деген өте ескі, бұрынғы деген мағынаны білдіреді. Мысалы, modern architecture, заманауи архитектура, немесе traditional architecture десек болады. Traditional architecture, дәстүрлі архитектура, немесе ancient, өте ескі, бұрынғы архитектура деп сын есімдерді аударсақ болады. Келесі сын есімдер new және old. New деген жаңа, old деген ескі. Мысалы, new book, жаңа кітап, old book, ескі кітап. Келесі beautiful, ugly. Beautiful деген өте әдемі деген мағынаны білдіреді, ал ugly деген түрі жаман, әдемі емес мағынасында қолданылады. Мысалы, beautiful furniture, әдемі жиһаз.
Ал ugly furniture деген онша әдемі емес, түрі жаман, жиқас деп қолдансақ болады. Old, young. Old деген сөз алдында біз үйрендік, міне ескі деген мағынаны білдіреді, ескі кітап. Ал old, young мына кезде бұл жерде жас үлкен деген мағынаны білдіреді. Жас үлкен, ал young деген жасы кішкентай, жас дегенді білдіреді. Мысалы, old man үлкен адам, ал жас адам дегенде young man деп мысал жасасақ болады. Келесі, intelligent, stupid. Intelligent деген ақылды, ақылға қонымды дегенді білдіреді. Мысалы, intelligent idea, немесе интеллигентті деп аударсақ болады. Ақылға қонымды идея, ал stupid деген ақылға қонымсыз, ақымақ дегенді білдіреді. Stupid idea, ақылға қонымсыз идея деп мысал жасасақ болады. Келесі есімдер interesting, boring. Interesting деген қызық, ал boring деген зеріктіретін деген сөз. Мысалы, interesting movie, қызық фильм, қызық кино, ал boring movie деген зеріктіретін, қызық емес кино деп мысал жасасақ болады. Келесі light және heavy сын есімдері. Light деген жеңіл, heavy деген ауыр. Мысалы, light bag жеңіл сөмке, ал heavy bag ауыр сөмке деп мысал жасасақ болады. Келесі polite деген сыпайы, ал rude деген дөрекі, сыпайысыз деген мағынаны білдіреді. Мысалы, polite children сыпайы, әдепті балалар, ал rude children деген әдепсіз балалар деп мысал жасап көрсек болады. Келесі poor, rich. Мысалдар poor country кедей ел, rich country бай ел деп бұл сөздерді қолдануға болады. Poor деген кедей, бейшара дегенді білдіреді, ал rich деген бай дегенді білдіреді. Келесі мысалдар. Келесі сын есімдер quiet, noisy. Quiet деген тып-тыныш, ал noisy деген шулы, адам көп дегенді білдіреді. Мысалы, quiet place тып-тыныш жер, ал noisy place шулы, адам көп, сондай жерді айтады. Келесі right, wrong. Right деген дұрыс, wrong деген қате. Мысалы, right answer дұрыс жауап, ал wrong answer қате жауап деп мысал жасап көрсек болады. Келесі сын есімдер safe және dangerous. Safe деген қауіпсіз, ал dangerous деген қауіпті деген сөз. Мысалы, safe city қауіпсіз қала, ал dangerous city деген қауіпті қала, яғни қаупі көп қала мағынасында қолдансақ болады. Келесі short және long. Short деген қысқа және long деген ұзын. Short distance. Distance деген қашықтық, қысқа қашықтық. Long distance десек ұзын қашықтық деп қолдансақ болады. Келесі soft, hard. Soft деген жұмсақ, hard деген қатты мағынасында қолданылады. Мысалы, soft clay. Clay деген саз балшықты айтады. Ыдыс аяқ жасайтын саз балшықты. Мысалы, жұмсақ саз балшық, hard деген қатты саз балшық деп hard clay деп қолдансақ болады. White, black. Ақ және қара. White t-shirt. Ақ футболка және black t-shirt, қара футболка деп мысал жасасақ болады. Келесі сын есімдер awesome және terrible. Awesome деген керемет, ал terrible деген өте жаман мағынасында пайдаланады. Мысалы, awesome movie керемет фильм, керемет кино екен. Terrible movie деген өте жаман кино екен деп terrible movie деп қолдансақ болады. Келесі right, left. Right деген оң, left деген сол. Right hand оң қол, сол қол деп пайдаланамыз. Left hand деген сол қол. Calm and nervous. Calm деген тыныш, жайбарақат дегенді білдірсе, nervous деген мазасыз деп аударылады. Немесе нервный деп аударсақ болады. Мысал жасайық, calm day, мысалы тыныш күн, сондай жақсы, жайбарақат күн болды. Nervous day, мазасыз күн болды деп, nervous day деп айтсақ болады. Cruel деген қатыгез, ал kind деген мейірімді дегенді білдіреді. Мысалы, cruel person, қатыгез адам, және kind person, жұмсақ, мейірімді адам. Dry деген құрғақ, ал wet деген ылғал дегенді білдіреді. Мысалы, dry towel, құрғақ сүлгі, және wet towel, ылғал сүлгі деп мысал жасап көрсек болады. Келесі hungry, full. Hungry деген аш, full деген тоқ дегенді білдіреді. Мысалы, I am full, мен тоқпын, немесе I am hungry деп
мысал жасауға болады. Мен ашпын, яғни қарным аш деген мағынада пайдаланады. Келесі сын есімдер narrow wide. Narrow деген тар, ал wide деген кең дегенді білдіреді. Мысалы, narrow street тар көше, narrow street, ал wide street деген кең көше, даңғыл көше деп аударсақ болады. Normal strange. Normal деген кәдімгі, нормальный деген мағынада пайдаланатын сын есім, ал strange деген біртүрлі, басқаша деген мағынаны білдіреді. Normal person кәдімгі адам, ал strange person деген бір басқаша, біртүрлі адам мағынасында мысал жасауға болады. Public деген қоғамдық, ал private деген жекеменшік. Мысалы, private transport жекеменшік көлік, ал public transport деген қоғамдық көлік деп мысал жасауға болады. Келесі raw және cooked. Raw деген шикі, ал cooked деген піскен. Мысалы, raw eggs шикі жұмыртқалар, шикі жұмыртқа, және cooked egg піскен жұмыртқа деп мысал жасаймыз. Келесі сын есімдер deep, shallow. Deep деген терең, shallow деген саяз. Мысалы, deep lake терең көл, және shallow lake деген саяз көл деп мысал жасауға болады. Келесі fast және slow сын есімдері. Fast деген тез, slow деген жай деген сөз. Fast car тез машина, және slow car жай машина деп мысал жасауға болады. Келесі сын есімдер funny және serious. Funny деген күлкілі, ал serious деген байсалды, салмақты дегенді білдіреді. Мысалы, funny people күлкілі, сондай funny people қызыққа толы адамдар екен, ал serious people деген салмақты, байсалды адамдар екен деп мысал жасауға болады. High және low жоғары және төмен. High temperature жоғары температура, мысалы, жоғары ауа райы температурасы, немесе төмен ауа райы температурасы деп low air temperature деп айтуға болады. Ауа райы температурасы. High air temperature. Air деген ауа дегенді білдіреді. Келесі сын есімдер bright және dark. Bright деген жарқын, жарық дегенді білдірсе, dark деген қараңғы дегенді білдіреді. Мысалы, bright day жарық күн, жарқын күн, ал dark day деген мысалы dark winter days. Мысалы, қыстың сондай қараңғы, қатты күн шықпаған, бұлтты күндерін айтады dark day деп. Немесе dark деген жалпы қараңғы мағынасында аударылатын сын есім. Келесі loose және tight. Loose деген тар, tight деген кең. Ол киімге байланысты көбінде қолданылады. Мысалы, loose trousers кең шалбар, және tight trousers деген тар шалбарды айтады. Келесі loud және quiet сын есімдері. Loud деген қатты дыбысты мағынасында қолданылады, қатты, ал quiet деген тыныш, жайбарақат үн мағынасында қолданылады. Мысалы, loud voice қатты дауыс, ал quiet voice деген жайбарақат, сондай жай дауыс деген мағынасында мысал жасасақ болады. Келесі open және closed. Open деген ашық, closed деген жабық. Мысалы, open window ашық терезе, closed window жабық терезе. Келесі friendly және shy. Friendly деген сондай достық қалыпты, жаңағы жылы шырайлы деп аударуға болады friendlyді, ал shy деген ұялшақ мағынасында қолдануға болады. Мысалы, friendly person сонда жылы шырайлы адам, немесе shy person ұялшақ адам деп мысал жасауға болады. Сын есімдер smooth and rough. Smooth деген теп-тегіс дегенді білдірсе, rough деген кедір бұдыр. Мысалы, жолға байланысты айтуға болады. Мысалы, smooth road теп-тегіс жол, ал rough road деген кедір бұдырлы, тегіс емес жол мағынасында пайдалануға болады. Strong деген мықты, weak деген әлсіз. Мысалы, strong arm мықты, қолы мықты екен, weak arm әлсіз екен, қолы әлсіз екен мағынасында осылай strong және weak сөздерін қолдануға болады. Келесі tall және short. Tall деген биік, short деген аласа мағынасында қолданылады. Немесе адамның бойына байланысты да осы сын есімдерді қолдануға болады. Мысалы, he is tall. Ол бойы бойшаң, бойы ұзын. Ал бойы қысқа десек, he is short дейміз. Бойы қысқа екен. Келесі мысал,
келесі сын есім neat және messy. Neat деген жинақы, жиналған деген мағынаны білдіреді, ал messy деген шашылып тұр, шашылған мағынасында пайдаланады. Мысалы, neat room жинақы, жиналған бөлме екен, ал messy room деген шашырап тұрған, шашыраңқы бөлме екен мағынасында осы сын есімдерді пайдалануға болады. Сонымен біз осы сабақта 100 сын есіммен таныстық, әр сын есіммен мысалдар жасап көрдік.